Осы 8 мінез болатын болса бойыңда альфа жігіт боласың да. Қазір көшеге шығып кез келген қыз келіншектерден сұрасақ, нағыз жігіт, ер азамат қандай болу керек деп, көбінесе барлығының айтатын сол сенімді, қорғаушы, күшті, добрый, жомарт, қамқоршы, табысты. Бір қарағанда ешқандай криминал жоқ, өте бір керемет мінездер. Бірақ не все так просто демекші, бүгін біздің қоғамдағы ер адамдардың бастарынан өтіп жатқан, өзімде көзіммен көріп, құлағыммен естіп жатқан, практикада болып жатқан нақты проблемаларды, нақтырақ жоғарыдағы керемет мінез бар ғой, соларды қыздар айтады ғой, осы мінездермен қыздар, әйелдер көбінесе ерлерге манипуляция жасап жатады да. Біреу ашық түрде біліп тұрып жасайды, біреу енді білмей жасайды, бірақ қыздар осындай қоғамда қиындықтар жігіттерге туғызып жатыр. Мен қазір жоғарыда айтқан керемет качестволарды, мінездермен қалай жігіттерді, еркектерді алдыруға болады туралы айтатын боламын. Олай болса, бірінші добрыйдан бастайық. Добрый дегенді қыздар қалай түсінеді? Қыздар добрый жігіт деген ол ең бірінші басқаруға жеңіл адам да. Көнбіс, ол ұрыс шығарып, ерексіп, өзінікін талап етіп, бір қалай айтпайтын, бір бәрін өткізіп жібере салатын, бәрін кешіре салатын, сондай бір ақкөңіл жақсы жігіт та. Өте удобный жігіт та манипуляцияға. Енді ты такой добрый, сен жігітсің ғой деп қойып, қыздар оның білгенін жасап жатады да. Байғұсқа, бейшараға. Енді екінші қамқоршы дейді, заботливый деген бар. Заботливый жігітті қалай көреді? Қамқор болып, құшақтап, сыйлап, гүл беретін, сүйетін емес, қамқорлық көрсетіп, қымбат ресторанға апаратын, қымбат сыйлықтар сыйлайтын, көңілін табуға тырысатын қыздың, настроениесі болмай, көңілсіз болып тұратын болса, настроениесін көтеретін жағдайлар жасап, в общем, қызға жан-жақты қамқорлық көрсететін. Көбінде спонсор или болмаса бір күлдіріп, сон настроениесін көтеріп жүретін бір клоун болып көреді да. Қыздар осылай көреді. Және жомарт деген жігіттер бар, щедрый жігіттер дейді ғой. Жомарттық деп қызға қанша инвестиция керек болатын болса, сонша ақша құятын еркектерді айтады да. Әңгіме жерде бір жаңа айфонда немесе бір жаңа көйлекте емес, әңгіме қызға карточкасын беріп қоятын жігіттер бар, көлік сыйлап қоятын жігіттер бар, квартирасын қыздың атына жаздырып қоятын жігіттер бар, қымбат пластикалық бір операция жасайтын болса, соны төлейтін жігіттер бар, дүниесінің жартысымен просто так бөлісе салатын бір сондай щедрый жігіттер бар да. Бұл щедрый деген, бұл щедрый жігіт деп кімді айтады негізі? Форумдарға, қыздардың форумдарына қарасаң, енді ешкімнің ойына келмейтін шығар. Бұл интернетте бар нәрсе де, поисковый запростардан іздесеңдер, щедрый еркек деп выгодно дейді ғой, пайдалы ажырасуға болатын адамды айтады екен да. Қыздар осылай айтады. Қазір қыздар қалай выгодно, тиімді тұрмысқа шығу дегеннен гөрі, қалай тиімді, ұтымды ажырасуды ойлайды. Осындай сұрақтар туып жатыр да уже. Щедрый жігіт ол ажырасқанда да жомарттық көрсетеді ғой. Өзі тапқан дүниесін не істейді? Бөліп бере салады да әйеліне, уже бывший әйеліне да. Сондықтан осылай, енді мықты еркек деп кімді айтады да? Мықты еркек деп кімді көреді? Қыздар проблемасын айтпайтын, қыңсылап жатпайтын, қыздың проблемасын шешіп бере салатын, қызға жауапкершілікті алатын, тұрақты түрде ештеңеге қарамай үйге ақша, бір ресурс тауып келетін еркек та. Бірақ бұл образдың біреуінен сен құлап қалатын болсаң, жаңа айтылған біреуінен құлап қалатын болсаң, сен уже мықты емессің да, сен уже слабак екенсің деп шығады да. Осылай. Сосын сенімді, надежный деген жігіттер бар ғой, Камри сияқты жігіттер болады ғой. Бұларды қалай көреді? Бала босанған кезде қасында болатын, бала туғаннан кейін қасына табылып, пока әйелі өзінің қалпына келіп алғанша сенімді еркек, басқа жас қыздарға қарамайтын, екінші әйелді қалап тұрса да ешқашан алмайтын, адал, сенімді, осындай арқа сүйеп тұрады да оған. Баланы үйде жұмыста да күйеуіне тастап кете салады, ол істейді, ол қарайды деп, осындай сенімді жүре алады да. Осыны надежный еркек деп айтады екен да. Ал сен ешқашан оның сеніміне шак келтірмейсің да, ондай еркектерді. Қорғаушы деген бар, тағы защитник дейді ғой. Бұндай жігіттер қалай көрініс табады? Ол деген көшеде гопниктен бір мастан қорғау қалу емес, енді ол да бар ғой әрине, бірақ көбінде бұл өз әйелі үшін, баласы үшін құрбан ететін еркектер де өзін. Титаникте ана қайыққа әйелдер мен балаларды отырғызып, сосын барып қалып жатса, соңында еркектер отырады деген сияқты, жай өмірде де в любой момент өзін құрбан ете салатын еркек та. Ол соғыс болсын, катастрофа болсын, кез келген жағдайда қыз үшін немесе әйел үшін өзін құрбан ете салатын жігіттер деп көреді екен қыздар бұны. Жігіттер бұл қасиеттердің қай-қайсысы болмасын өте жақсы негізі. Егер сенің бойыңда бұл нәрсе табылып жатса, орнымен сыртқа көрініс табылып жатса, ол өте жақсы. Бірақ сені осы қасиеттермен ұстап алып, қыздар, әйелдер, не қоғамдағы адамдар сені пайдаланып жататын болса, ол сенің жігіттік емес, уже еркек емес, ез болғаныңды көрсетеді да. Ал енді нағыз еркек, нағыз жігіт, ер азамат деп кімді айтуға болады дейтін болсақ, бұл енді қоғамдағы әртүрлі нәрселерді зерттей келе, мен өзімнің личный ұсыныстарым, нағыз жігіт біріншіден ол Құдайдан ғана Құдайға сенетін және Құдайдан қорқатын болу керек та. Бұл ең бірінші басты критерий да. Екінші, нағыз жігіт ол живучий дейді ғой, өміршең, андай тауда қалса да, таста қалса да аман шығады да, өтері жолын тауып шығады. Жоқтан бар жасап, өзінде басқанда аш қалдырмай алып шыға алады да. Жаңа бизнес десе, бизнесті алып шыға алады, құлап жатса тұрады дегендей амал тауып шығатын адамды айтады да, нағыз жігіт деп.
екіншісі. Үшіншісі сөздің емес істің адам болу керек та. Деятельный дейді ғой, орысша айтқанда бір сылтауратып, қорқытып, бір нәрседен жатып қалмайды, керісінше өзін суға тастап, суға түскеннен кейін барып суға енді түсе көреміз дегендей қорқынышқа қарсы жүретін, сөзбен ғана бәрін жайға бермей іспен бітіретін жігіттер болу керек та. Төртінші, ол үйренуші болу керек. Әр кезде үйренуші, өз өміріне анализ жасап, өзінен есеп алып, өзінің әлсіз жерін күшейтіп, күшті жерін одан сайын дамытып, мен бәрін білемін ғой, ой анау ма, ой сол ма деп ақылсынбай, жаңағыдай қалай айтса болады, үлкеннен де кішіден де сабақ ала алатын, жаңа нәрсені үйреніп, тек қана ақша материалдық жағын ғана емес, рухани жағында, қарым-қатынас жағында, ақыл, денсаулық жағында қатар алып жүретін мына әлемді бір зерттеуші, танушы, үйренуші болғанын қалаймын да, осы критерий. Енді білетінім 1-9, білмейтін 99 дейді ғой. Бесіншісі, ол человек слова дейді, айтты ма істейтін, сөзінде тұратын, сөз тасып, өсек айтып, сыртынан сөйлеп, қысқасы бір бос сөзбен болмайтын қылтың-сылтыңнан аулақ болу керек та. Алтыншы, кең дейміз ба, масштабный болу керек та. Ұсақ түйек бір қыздардың отказы, қыздардың бір әйелдің истерикасы, тұрмыстық бір ырың-жырың, осыған басы ауырып, жүйкесі тозып, болмайтын ұсақ түйек мәселемен айналыспайтын, үлкен бір масштабный дүниелерді армандап, соған ғана мақсат қоятын, сонымен айналысатын жігіт болу керек сияқты. Сол кезде ол ұсақ түйек болмайтын нәрселерге уақытын құртпайды да, оған уақыты болмайды да. Сенің кім екенің, сенің қандай проблемаларды шешіп жүргеніңе қарай білінеді дейді ғой. Сондықтан сен қандай проблеманы шешіп жүрсің да. Жетінші, тұтастық дейді, целостность деп айтады орысша, жан-жақты болуды тұтас, яғни кез келген тақырыпқа әңгіме айта алатын, оқыған көзі ашық, қалжыңдай алады, күле алады, керек кезде жұмсақ болады, керек кезде қатты бола алады. Яғни толық тұтас болу керек та адам. Сегізінші, эмоционалды тұрақтылық дейді. Ана қыз маған қара күлді, маған телефон берді деп уже үйленіп, бала туған елестетіп, қиялға беріліп, эмоцияға беріліп кетпейді да. Өзін қолдап, ғашық қылып, сосын жылап жүрмейді да. Немесе шарт-пұрт етіп, жаңағыдай ұрысып кетіп, төбелесіп кетіп, артынан өкініп, деп не істеп қойдым деп, ондай бір қиындықтарға тап болып жүрмейді да. Эмоцияға берілмейді, былайша айтқанда, ақ-қараны айыра алатын, бір суық ақылға, логикаға да бірдей, эмоция мен логиканы бірдей алып жүретін деп айтайықшы. Эмоцияны жақсы нәрсе, ол уақытша, бірақ одан кейін не өкінішті, не қуанышты нәрселер болады. Сондықтан осы екеуін бірдей алып жүргеніміз бізге өте пайдалы болады. Тоғызыншы, соңғысы өзіне адал болуда. Жоғарыда айтылғандай, бәрі осы өзіне адал болуға әкеліп соғады ғой, енді айтылғандардың бәрі. Өзіне адал болу деген ол жұмыста өзін жоғалтып алмау, біреуге тәуелді болып қалмау, өзінің ұстанымдары, принциптері болуды, және сол принциптерде тұра білу деген сөз да. Енді сен добрыйсың ғой, сен щедрыйсың ғой деп, жаңағыдай сенің принциптеріңнен біреу алдап басып кететін болса, сенің шекараңнан өтіп кететін болса, онда өзіңе адал емессің сен, яғни сен өзіңді әр жерде подстраиваться етіп, өзіңді сындырып қоя бересің. Яғни айтады ғой, жұмсақ адам жұртқа жем, жұмсақ ағаш құртқа жем дегендей, ешкімге жем болмайық жігіттер. Енді бұл менің нағыз еркек дегенге көз қарасым ғой, жігіт дегенге бұл қатып қалған нәрсе емес. Бұл әркімнің өзінің ойы болуы мүмкін. Бұл енді менің жігіттермен араласа келе, зерттей келе, қарай келе шығарған бір өзімнің бір списогім деп қарасаңдар болады. Бұған келісу, келіспеу әркімде өзің білесің. Бірақ осының біреуін қолданып пайдаланып жатсаң, пайдаңа тиісті. Жоғарыдағы 8 мінезбен сені манипуляция жасап, қоғамдағы адамдар, қыздар сені пайдаланып жүретін болса, онда ол дұрыс емес жігіттер. Сондықтан осы нәрсені біліп, видеоға амал етіп, айтылған нәрсеге амал етіп, лайк басып, комментарий жазып, осы видеоның жоғарыға көтерілуіне септігін тигізсеңдер өте қуанышты болар едім. Және подпискасы қарап отқандар подписка жасаса тағы да қуанышты болар едім. Өйткені бұлай менің видео шығаруыма, сендерге осындай тегін пайдалы ақпаратпен бөлісуіме маған көптен көп мотивация береді. Келесі видеоға дейін аман сау бол дейміз.